Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Гүлсезім. Бүгін бізде дәмді әрі қытырлап тұратын урам жапырақты мариновать ететін боламыз, яғни квашеная капуста деп аталады. Ең әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізде қажетті заттар: 1 дана урам жапырақ, 1 дана ірі сәбіз, тұз, су, қант, сұйық май, уксус және де дәміне қарай қара бұрыш қоссаңыз да болады. Ең алдымен урам жапырағының барлығын турап алдық, жіңішкелеп, және де үккіштен сәбізімізді өткізіп, 1,5 ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді әрі қарай біздер бұны тұздайтын ыдысымызға салатын боламыз. Мен бұл жерде 3 литрлік, яғни банка алдым, және барлығын осыны ішіне тығыздап салып шығамын. Банкамызға барлығын салып алғаннан кейін, енді суын қайнататын боламыз, рассолын. Бұл жерде мен 1 литр су алдым, және оның үстіне 150 грамм қант қосам, және де 100 грамм сұйық май қосамын. Жақсылап қайнатып аламыз суымызды, және де 2 ас қасық уксус қосып, урам жапырақтың үстіне құйып жіберсеңіз болады. Ары қарай қайнаған суымызды енді барлығын 1 литрлік суды банкамыздың ішіне құйып жібереміз осылай. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Ас болсын.